Hello guys, my name is Diana and I'm your English tutor at AIPLUS. And today we are going to learn how to express our minds in an interesting and informative way. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Диана және мен сіздердің AIPLUS республикалық білім беру орталығындағы ағылшын тілі пәнін беретін тренерлеріңіз боламын. Және бүгін біз өзіміздің ойымызды қызықтырақ және ақпаратты түрде білдіруді үйренеміз. Всем привет, ребята! Меня зовут Диана, и я ваш тренер английского языка Республиканского образовательного центра AIPLUS. Сегодня мы научимся выражать свои мысли более интересно и информативно. Before the main lesson, let's review the quiz. Ал енді балалар, жаңа тақырыпқа көшпес бұрын алдыңғы сабақтың бақылауын бірге талқылайық. Итак, ребята, давайте разберем срез с прошлого урока перед тем, как переходить к новой теме. The question number 1. I can't wait to get rid of that old car. The right option here is B. Бірінші сұрақ. Мен бұл ескі машинадан құтылуды асыға күтудемін. Бұл жерде құтылу дегеніміз get rid of болады, осыған байланысты дұрыс нұсқа B болып табылады. Первый вопрос. Я не могу дождаться, когда избавлюсь от этой старой машины. Избавиться переводится как get rid of, поэтому вариант B здесь будет верным. The question number 2. How to describe an animal with fur, especially a pet such as a cat? The right option is A. Furry. Екінші сұрақ. Жүні бар жануарды, әсіресе мысық сияқты үй жануарларын қалай суреттеуге болады? Бұл жерде дұрыс нұсқа A болады, оларды жүндес деп атаймыз. Второй вопрос. Как описать животное смехом, особенно такое домашнее животное, как кошка? Правильный вариант будет A, мы их называем пушистыми. The question number 3. The state of understanding and realizing something, it is consciousness. The right option is A. Үшінші сұрақ. Бір нәрсені түсіну және ұғыну жағдайын біз қалай айтамыз? Дұрыс нұсқа бұл жерде A болады, сана сезім. Себебі басқа сөздер басқаша аударылады. Мысалға, focus дегеніміз бағытталған деген сөз, deliberately дегеніміз әдейі деген сөз, reluctantly дегеніміз жақтырмай деген сөз. Третий вопрос. Состояние понимания и осознания чего-то. Правильный вариант будет A, это сознание. Остальные слова не подходят. Например, в варианте B слово переводится как ориентированный, в варианте C умышленно, а в варианте D неохотно. The question number 4. Facebook is the largest social network on the web in terms of traffic. The right option is C. Төртінші сұрақ. Facebook трафик көлемі бойынша интернеттегі ең ірі әлеуметтік желі. Дұрыс нұсқа бұл жерде C болып табылады. Четвертый вопрос. Facebook – это крупнейшая социальная сеть в интернете по объему трафика. Правильный вариант здесь будет C. The question number 5. To gradually become less, worse or lower is B. Decline. Бесінші сұрақ. Біртіндеп азаю, нашарлау немесе төмендеу. Дұрыс нұсқа B болады, оны басқаша біз decline деп атаймыз. Пятый вопрос. Постепенно становиться меньше, хуже или ниже. Мы по-другому можем назвать decline, вариант B здесь будет верным. The question number 6. Narrator's friend is not afraid of spiders. It is false, because we can read that his friend is afraid of spiders in the first sentence of the first paragraph. Алтыншы сұрақ. Баяндамашының досы өрмекшілерден қорықпайды. Бұл дұрыс емес, себебі бірінші абзацтың бірінші сөйлемінен біз I have a friend who is afraid of spiders дегенді оқи аламыз. Сондықтан оның досы өрмекшілерден қорқады. Шестой вопрос. Друг рассказчика не боится пауков. Это неверно, потому что она ужасно сильно боится пауков, а его мы можем найти в первом предложении первого абзаца. И здесь написано, что I have a friend who is afraid of spiders, поэтому вариант B здесь будет верным. The question number 7. Who thinks about calling the police when she screams so loud? The right option is A. Neighbors. We can find it in the middle of the second paragraph. She screams as loud as she possibly can. She screams so loud that her neighbors worry about her and they think about calling the police. Жетінші сұрақ. Ол қатты айқайлаған кезде полиция қоңырау шалуды кім ойлайды? Дұрыс нұсқа бұл жерде A болып табылады, көршілері. Біз оны екінші абзацтың орта бөлімінен таба аламыз. Ол жерде былай жазылған. She screams so loud that her neighbors worry about her and think about calling the police. Седьмой вопрос. Кто думает звонить в полицию, когда она так громко кричит? Правильный вариант будет A, ее соседи. Данную информацию мы можем найти в середине второго абзаца. И здесь написано, что she screams so loud that her neighbors worry about her and they think about calling the police. The question number 8. Narrator's friend is 12 years old. We can't find any information about it, that's why the right option is C, not given. Сегізінші сұрақ. Баяндамашының досы 12 жаста.
Оның неше жаста екені мәтінде жазылмаған, осыған байланысты синусқасы дұрыс болып табылады, not given, берілмеген. 8 вопрос. Другу рассказчика 12 лет. Мы не знаем, сколько ей лет, и в тексте такой информации нет, поэтому вариант C здесь будет верным, not given. The question number 9. Slide a piece of paper under the glass and then take a spider outside. The right option is D. 9 сұрақ. Қағаз парағын стақанның астына салып, содан кейін өрмекшіні сыртқа шығарыңыз. Дұрыс нұсқа бұл жерде D болып табылады, себебі басқа нұсқалардағы сөздер бұл жерге сәйкес келмейді. 9 вопрос. Подсуньте лист бумаги под стакан, а затем вытащите паука наружу. Правильный вариант здесь будет D, paper, бумага, а слова из других вариантов не подходят по смыслу. The question number 10. When she sees the spider, she shivers all over. The right option is C. 10 сұрақ. Өрмекшіні көріп, ол қатты дірілдейді. Дұрыс нұсқа бұл жерде C болып табылады. 10 вопрос. Увидев паука, она вся дрожит. Правильный вариант будет C, shivers. Our today's grammar topic is linking words. So, linking words across sentences always link a second sentence to an idea in the previous sentence. That means they come at the beginning of the second sentence. Ал енді бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз ол жалғаулық сөздер. Жалғаулық сөздер дегеніміз бір ойды екінші ойға жалғастыру үшін қолданылады, немесе бір ойды екінші ойдан ажырату үшін қолданылады. Олар әдетте екінші сөйлемнің басында келеді. Наша сегодняшняя грамматическая тема – это слова-связки. Слова-связки – это слова, которые мы используем для того, чтобы связать одну идею с другой, либо для того, чтобы их противопоставить. Let's look at some examples of them. In addition, оған қоса вдобавок. Furthermore, сонымен қатар, более того. However, алайда, однако. On the other hand, басқа жағынан, с другой стороны. Therefore, өйткені, поэтому. Consequently, нәтижесінде, в результате. Firstly, біріншіден, во-первых. Secondly, екіншіден, во-вторых. Thirdly, үшіншіден, в-третьих. Finally, соңында, в конце концов. As a result of, нәтижесінде, в результате. Otherwise, әйтпесе, иначе. Although, бір нәрсеге қарамастан, хотя. Including, қосқанда, в том числе, либо включая. On the one hand, бір жағынан, с одной стороны. At least, кем дегенде, по крайней мере. In case, белгілі бір жағдайда, на случай. In exercise 3.1, fill in the linking words in the following sentences. I will give you 5 minutes for it, put the video on pause. Ал енді балалар, 3-1 жаттығуында сіздер жалғаулық сөздерді бос орындарға қойып шығу керексіздер. Оны орындауға 5 минут уақыт беремін, видеоны паузаға қойыңыздар. Итак, ребята, в упражнении 3.1 вы должны заполнить пропущенные места, используя слова-связки. На данное задание я вам дам 5 минут, поставьте видео на паузу. Number 1. Sea levels will probably rise in the next few decades, and here you should write firstly as a result of or therefore. And here the most appropriate word is as a result of. That's why the sentence will be sea levels will probably rise in the next few decades as a result of global warming. Бірінші, бұл жерде біз firstly as a result of немесе therefore деген сөздерді қойып шығу керекпіз. Мағынасы бойынша бұл жаққа тек қана as a result of дұрыс келеді, осыған байланысты сөйлем бұлай аударылады. Жаһандық жылынудың нәтижесінде алдағы бірнеше онжылдықта теңіз деңгейі көтерілуі мүмкін. В этом предложении вы должны написать одно из 3 слов, то есть firstly, либо as a result of или therefore. И по контексту подходит только данное слово as a result of. И предложение будет таким. Уровень моря, вероятно, повысится в ближайшие несколько десятилетий в результате глобального потепления. Number 2. I hope he drives carefully. Otherwise, he may have problems in such a slippery road. Ол абайлап жүреді деп үміттенемін. Әйтпесе, мұндай тайғақ жолда қиындықтар туындауы мүмкін. Я надеюсь, что он ездит осторожно, иначе у него могут возникнуть проблемы на такой скользкой дороге. Number 3. Although it was a wonderful place to go skiing, not many tourists found their way there. Бұл шаңғымен сырғанаудың керемет орны болғанына қарамастан, көптеген туристер ол жаққа жол таба алмады. Хотя это было замечательное место для катания на лыжах, немногие туристы находили туда дорогу. Number 4.
The scientists studied the behavior of various animals, including whales and dolphins. Ғалымдар әртүрлі жануарлардың, соның ішінде немесе соған қосқанда киттер мен дельфиндердің мінез құлқын зерттеді. Ученый изучал поведение различных животных, в том числе китов и дельфинов. Number 5. On one hand, we have to fight against environmental problems, but on the other hand, we need more and more energy every day. Бір жағынан, біз экологиялық мәселелермен күресуіміз керек, ал екінші жағынан, бізге күн сайын көбірек қуат қажет. С одной стороны, мы должны бороться с экологическими проблемами, но с другой стороны, нам нужно все больше и больше энергии с каждым днем. Number 6. I think he is asleep. At least his eyes are closed. Менің ойымша ол ұйықтап жатыр. Кем дегенде оның көздері жабық. Я думаю, что он спит. По крайней мере, глаза у него закрыты. Number 7. Please take some warm clothes with you, just in case it gets cold at night. Түнде суық болған жағдайда өзіңізбен бірге жылы киім алыңыз. Пожалуйста, возьмите с собой теплую одежду на случай, если ночью станет холодно. Ал енді балалар, енді кестеге қарасаңыздар, сіздер қазір бірнеше жағаулық сөздердің түрлерін көресіздер. Біріншіде signal a time relationship деп жазылған. Бұл жерде уақытқа байланысты сөздер кездеседі. Мысалға, first біріншіден, then кейін, next содан кейін, afterwards онан соң, subsequently кейіннен, meanwhile сол аралықта, finally немесе at last соңында деген сөздер. Ал екіншісінде signal an example деген жерде мысалдарға бағытталған сөздер жазылған. For example, as an example, to illustrate, as an illustration, for instance, as a case in point, e.g. such as. Бұлардың барлығы мысалға деп аударылады. Ал одан кейін signal and effect дегеніміз бұл нәтижені білдіретін сөздер. Мысалға, consequently, as a consequence, as a result, therefore, because of this, for this reason, hence, thus. Бұлардың бәрі нәтижесінде деп аударылады. Ал signal emphasis дегеніміз бір ойды ерекшелеп айту үшін керек сөздер. Above all, as a matter of fact, in fact, in point of fact, importantly, certainly, indeed, and truly. Бұлардың барлығы ең маңыздысында, шындығында деп аударылады. Ал ең соңында signal a conclusion дегеніміз қорытындыларды айту үшін қолданылатын сөздер. In conclusion, to conclude, in summary, to sum up, to summarize, in brief, in short, all in all. Бұлардың барлығы қорытындылағанда немесе қорытындысында деп аударылады. Сейчас вы увидите таблицу с примерами слов-связок. Первый столбик – signal a time relationship, то есть мы их используем, когда мы хотим сказать последовательность какого-либо действия. К ним относятся first – во-первых, then – потом, next – следующее, afterwards – после этого, subsequently – в дальнейшем, meanwhile – тем временем, finally – либо at last – в конце концов. Второй столбик – signal an example. Мы их используем, когда мы хотим сказать о некоторых примерах. For example, as an example, to illustrate, as an illustration, for instance, as a case in point, e.g. such as. Они все переводятся как «например». Третий столбик – signal an effect. Получается, мы их используем, когда мы хотим сказать результат какого-либо действия. Consequently, as a consequence, as a result, therefore, because of this, for this reason, hence, thus. Они все переводятся как «в результате». Четвертый столбик – signal emphasis. Мы их используем, когда мы хотим подчеркнуть одну идею. К ним относятся above all, as a matter of fact, in point of fact, importantly, certainly, indeed, truly. Они все переводятся как «на самом деле». И последний абзац – signal a conclusion. Мы их используем, когда мы хотим сказать заключение. In conclusion – to conclude, in summary, to sum up, to summarize, in brief, in short, all in all. Они все переводятся как в заключение. In the next exercise, you have to choose the correct linking word. I will give you 5 minutes for it. Put the video on pause. Ал енді балалар, келесі жаттығуда сіздер сөйлемдерде дұрыс жағалық сөздерді таңдап шығу керексіздер. Оны орындауға 5 минут уақыт беремін. Видеоны пауза қойыңыздар. Итак, ребята,
В следующем упражнении вы должны выбрать правильную словосвязку. На данное задание я дам 5 минут, поставьте видео на паузу. Number 1. Winter in Canada can be very cold. For this reason, warm clothing is important. Канададағы қыс өте суық болуы мүмкін. Осы себепті жылы киім өте маңызды. Зимы в Канаде могут быть очень холодными. По этой причине очень важна теплая одежда. Number 2. Mercury is a small planet. In fact, it is only slightly larger than our moon. Меркурий бұл кішкентай планета. Шындығында, бұл біздің айдан сәл ғана үлкен. Меркурий маленькая планета. По факту, она лишь немного больше нашей Луны. Number 3. I was sick, so I didn't study for the test. Therefore, I got a very low grade. Мен ауырдым, сондықтан емтиханға дайын болмадым. Осыған байланысты өте төмен баға алып қалдым. Я был очень болен, поэтому не готовился к экзамену. Следовательно, получил очень низкую оценку. Number 4. There are many reasons why plan A didn't work. In short, plan B was a much better idea. А жоспарының орындалмағанының көптеген себептері бар. Қысқасы, Б жоспары әлде қайда жақсы ой болды. Есть много причин, по которым план А не сработал. И, короче говоря, план Б был гораздо лучшей идеей. Number 5. My friend looked for food. Meanwhile, I made a shelter for the night. Менің досым тамақ іздеді, а сол уақытта мен түнейтін жер жасадым. Мой друг искал пищу, тем временем я устроил ночлег. Number 6. There was no rain for 2 months. Because of this, all the crops died. 2 ай бойы жаңбыр жауған жоқ. Осыған байланысты бүкіл егін өліп қалды. Дождя не было 2 месяца. Из-за этого погиб весь урожай. Number 7. First, I arrived at the hotel, then I checked in, and finally I went to bed. Алдымен мен қонақ үйге келдім, содан кейін тіркелдім, соңында ұйқыға жаттым. Сначала я приехал в отель, потом зарегистрировался и, наконец, лег спать. Number 8. Some passenger planes are huge. Indeed, an Airbus A380 can carry more than 800 people. Кейбір жолаушылар ұшақтары өте үлкен. Шынында да, Airbus A380 800-ден астам адамды тасымалдай алады. Некоторые пассажирские самолеты очень огромные. Действительно, Airbus A380 может перевозить более 800 человек. Number 9. Did you have a good time? No, as a matter of fact, I had a terrible time. Сіз жақсы уақыт өткіздіңіз бе? Жоқ, шындығында мен өте жаман уақыт өткіздім. Хорошо ли вы провели время? Нет, на самом деле я очень ужасно провел время. Number 10. Patrick overslept this morning. As a result, he was late for work. Патрик бүгін таңертең ұйықтап қалды. Нәтижесінде ол жұмысқа кешігіп келді. Патрик проспал сегодня утром. В результате он опоздал на работу. Thank you guys for your attention. Don't forget to learn new words and to do your home task. See you next time. Bye bye. Патрик проспал сегодня утром. В результате он опоздал на работу. Ладно, я не знаю. Вспомнила спать Патрика, который не работает.